Сәлем достар, эфирде қайтадан оңай English бағдарламасы, сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда біз ағылшын тіліндегі must модалды етістігінің сөйлемдегі атқаратын қызметтері жайлы айтып өтетін боламыз. Ендеше кеттік. Must модалды етістігінің бірінші қызметі obligations, адамның істеуге міндетті болған нәрселерін білдіреді. Мысалға, we must be on time for a meeting. Біз кездесуге уақытында болу керекпіз. Екінші қызметі strong advice, жақшаның ішінде emotional, яғни ерекше көңіл күймен, көтеріңкі көңіл күймен айтылған ақыл кеңестерді біз must етістігі арқылы береміз. Мысалға, you must see Жанна's haircut. Сен Жаннаның жаңа шаш үлгісін көруің керек. Екінші бір адамға өте күшті ақыл кеңес айтылуда. Және үшінші қызметі logical necessity, бір адамның екінші бір адам туралы пайымдауы. Мысалға, ауызекі тілде you must be Фариза if I'm not wrong. Егер мен шатаспасам, сен Фаризасың ғой деген сияқты адамның екінші бір адам туралы, оның кім екені туралы болжам жасаған кезде қолданылады. Жалпы алғанда осындай. Достар, келесі санды біз ағылшын тіліндегі басқа да модалды етістіктердің атқаратын қызметтері жайлы сөйлесетін боламыз. Ендеше